Неге менің өмірім өзгермейді? Сәлем достар. Менің есімім Нұрбапа, мен бизнес-психолог. Қазір неге менің өмірім өзгермейді? Соны тереңнен ашатын боламыз. Осыны түсіну үшін маған 7 жылдай уақыт кетті. 7 жыл бойы мен неше түрлі білімдер алдым, неше түрлі практикалар, неше түрлі нәрсені істеп көрдім. Бірақ осыған 7 жылдан кейін ғана түсінігім келіп отыр. Енді неге өмірім өзгермейді? Бәріміз өмірде бір нәрсені қалаймыз, оқуды бітірдік, мектепті бітірдік, университетке түсуім керек, түстік, немесе түспей қалдық. Содан кейін диплом алдым, жұмысқа орналастым, қызметім өсті, бизнес аштым, бір проектті бастадым, қарым-қатынас құрдым, отбасын құрдым. Өмірде бір нәрсеге ұмтылып жүрмін, шапқылап жатырмын. Негізі менің ойымша, мен қазір алгоритммен жұмыс істесем, мынаны істеймін, бақытты боламын, менде бәрі болады. Бірақ өмірде олай емес. Біліммен мен білгендей болмай жатыр. Қалай? Бәрі мен ойлағандай болмайды. Білімді алдым, бизнес жасадым, бизнесім бір деңгейге дейін жетті, құлады. Немесе бір маман иесі болдым, например, врач болдым деген сияқты. Бірақ қызметім өспейді, бір орында қалып қалдым. Табысымды өсіргім келеді, табысым өспейді, ақшам көбеймей жатыр. Көп жұмыс істесем, көп шапқыласам, ақша көп болады деген түсінікпен жүрдім. Көп шапқыладым, ең соңында шаршадым. Негізі көп айта берсек, өмірде кез келген нәрсеге жету үшін бір нәрселер істеуім керек. Міне, ел не істеп жатыр, тура солай істеймін, менде де болу керек. Біреуде болады, бірақ менде болмай жатыр. Енді вот осының қазір түбірін түсіндіремін, неге бұлай болатынын. Бұл видео көбінесе уже осылай өзін іздеп, өзін зерттеп, өмірде неше түрлі нәрсені істеп, білімді де алып, ананы да істеп көріп, болмай жатыр. Істеп көріп, болмай жатса, осы видео дәл саған арналған. Қараңыздар, бізде миымыз бар, и біздің миымыз мына өмірді, әлемді өзінің түсінгеніндей қабылдайды. Біз тек қана мына әлемді тек мимен, ақылмен ғана қабылдай алмаймыз. Осыны білейік. Біздің сезімдеріміз бар, біздің жүрегіміз бар, интуициямыз бар деген сияқты. Басқа да сезім мүшелеріміз бар. Егер біз тек қана өзіміздің ақылымызға салатын болсақ, бұл өмірді өте қатты тарылтып жібереміз. Сол үшін мына өмірде бір нәрсеге жету үшін біз көбінесе ақылға саламыз, біліммен. Негізі себеп салдар заңдылығын ешкім жоққа шығарған жоқ. Ол солай. Себебін ақша табу үшін сен жұмыс істеуің керек, бизнес жасауың керек, сатуың керек деген ол себептер, себеп салдарын заңдылығын қолдануымыз керек. Ол міндетті түрде. Қазір 5-ші этаждан секірсем, міндетті түрде бір жерім сынады, өйткені тартылыс заңы бар деген сияқты. Енді бірақ мен сол себептерінің бәрін жасап жатырмын. Көп жұмыс істеп жатырмын, бизнес жасап жатырмын, еңбек етіп жатырмын, бірақ нәтиже болмай жатыр. Неге? Ақылмен бәрі нормально. Бірақ енді мына нәрсені ескерейік енді. Осы жерде мұқият болыңыздар. Менің денем бар. Менің денем мына. Денем, менің сезімдерім бар. Менің энергиялық деңгейім бар. Менің ақылым бар. 4 деңгей бар да негізі. Мен тек ақыл деңгейінде ғана бүткіл нәрсеге жеткім келеді. Бірақ мен энергия деңгейімде ескеріп тұрған жоқпын. Энергия деген менің энергетикам, қалауым, жүрек қалауы. Энергия деген кезде көбірек менің қалауыма байланысты оның бәрі. Осылай түсінейік. Энергия деген менің жүрек қалауларым деген нәрсе. Менің ішкі қалауларым. Ішкі деген ол жүрек, ол түбі рух деген сөз ғой, менің ішкі. Мен бәрін бірге қарастырамын. Осы деңгеймен жұмыс істеген жоқпын мен.
менің ішкі қалауым бар ма вообще, ішкі қалау. Содан кейін менің сезімдерім өте маңызды өмірде. Менің сезімдерім мені бағыттайды бір жерлерге. Мен бір жерге жеткім келсе, бір нәтиже алғым келсе, бір үй, көлік, бір нәрсені алғым келсе, мен сезім үшін барам о жаққа. Оның артындағы сезім маңызды маған. Сезім болмаса адам жүрмейді. Сол үшін мен өзімнің сезімдеріммен жұмыс істеген жоқпын. Өмірде бір нәрселерге жете алмай жатырмын, бірақ менің ішімде негативті сезімдер болуы мүмкін. Қорқыныш, күмән деген сияқты. Мен осы сезім деңгейін қараған жоқпын. Содан кейін менің денем бар, дене. Мен осы материалдық өмірде кез келген нәрсеге жету үшін мен не істеймін? Әрекет жасаймын. Себеп салдарлық заңдылығы деп айттық. Денемен әрекет жасаймын. Қозғалысқа жауап беретін дене. Енді дененің өзінің памяті бар. Осыны түсініп алыңыздар. Дененің памяті деген нәрсе, менің денем, мен бүткіл нәрсені денеммен сезінем. Қорыққан кезде іш аймағымда болады деген сияқты, өкпелеп ренжігенде кеуде аймағымда деген сияқты. Денеммен сезінем. Мен өмірдегі кез келген қателікке ұрынған кезде, бір қиналған кезде, ренжіген кезде, қорыққан кезде бәрін денемен сездім. Дене памяті бар, денеде сақталып қалып қалды ол. Ит тістеп алған болса аяғымды, итті көргенде аяғым бүйтіп өзінен өзі тартып тұрады. Ыстықтан өзі қашады. Неге? Өйткені менің денемде памяті бар, ол есіне сақтап алды. Дәл сол сияқты сен өмірде бір нәрсені қалайсың, бірақ дене деңгейінде не болып жатыр? Дене о жаққа барғысы келе ма, барғысы келмей ма? Бәлкім қорқатын шығар. Бәлкім бала кездегі бір провалдарды дене сақтап алған, именно алдыға жүретін кезде қорқады. Сен бір проектті бастаған кезде ауырып қалуың, шаршап қалуың, ерініп қалуың просто так емес қой. Түсінікті ма? Біз осы 4 деңгеймен негіз ойлануымыз керек. Энергия деңгейі, қайтадан айтатын болсақ, менің ішкі қалауларым, менің сезімдерім 2-ші деңгей, менің денем 3-ші деңгей, содан кейін интеллект, ақыл 4-ші деңгей. Бірақ біз көбінесе мына ойша бәрін не істейміз? Ақылмен бәріне жеткіміз келеді. Менің ақылым бар, ақылмен жетем мен. Білем мен қалай бару керек екен, білем мен оны қалай істеуім керек екен деп істеп жатырмыз бәрін. Біреулерде болып жатыр, бірақ менде болмай жатыр. Неге? Біліп тұрған нәрсемді істей алмай жатырмын. Өйткені тек қана ақыл емес, қалған деңгейлермен мен санасқан жоқпын. Осы жерден ойлану керек. Егер мен өмірім неге өзгермей жатыр, өмірімде бір нәрсе өзгермей жатқан болса, мен осы 4 деңгеймен қарасам, маған түсініктілік болады. Бұл ішкі жүйе деп айтылады. Өміріңде өзгермей жатқан болса бір нәрсе, егер бір нәрселерге жете алмай жатқан болсам, мысалы, үй алмай жатырмын, көлік алмай жатырмын, бизнесін дамыта алмай жатырмын, ақшаң өспей жатыр, табысым өспей жатыр, денсаулығым болмай жатыр, қарым-қатынасым дұрыс болмай жатыр деген сияқты бір запростар орындалмай жатса, мен әрекет етуім керек бірінші деңгейде, әрине. Әрекет етпесең, онда өзіңнен көр. Ал бірақ әрекет етіп жатырмын, бірақ болмай жатқан болса, значит, осы 4 деңгеймен қарау керек. Егер осы видео саған пайдалы болған болса, каналға жазыл. Осы теманы мен осы каналдың ішінде толық ашатын боламын. Терең мен осыны өте қатты практиковать еткенмін осы темада, методика бар. И бір нәрсе, маған просто разборға жазылсаң да болады. Сені не ұстап тұр, осы 4 деңгей бойынша мен саған разбор жасап, түпкі кедергіні тауып беремін. Келесі видеода кездескенше.